Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қасым-Жомарт Тоқаев Меккеде кіші қажылық жасады. Бұл Сауд Арабия басшылығының Қазақстан президентіне деген зор құрметінің дәлелі. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев исламның басты киелі мекені Мекке қаласындағы Қағбаға кіріп, кіші қажылық жасады. Президент ерекше құрметке ие болды. Ол есіктері ерекше жағдайларда жоғары қонақтарға ашық болатын Қағбаның ішіне кірді. Бұл Сауд Арабия басшылығының Қазақстан президентіне деген зор құрметінің дәлелі делінген мемлекет басшысының баспасөз хабарламасында. Естеріңізге сала кетсек, 23 шілде күні Қасым-Жомарт Тоқаев Салман бен Әбдел Азиз Әл Саудтың шақыруымен Сауд Арабиясына ресми сапармен келген болатын. Сауд Арабиясы королінің Каср ас-Салам сарайында Қасым-Жомарт Тоқаевты қарсы алудың ресми рәсімі өтті. Осыдан кейін президент Сауд Арабиясымен маңызды келісімдер туралы мәлімдеді. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар 13 маңызды құжатқа қол қойды.